Неге біреулер жетеді, а біреулер жетпейді. Әрқайсысы күн түн көрмей еңбек қылдым, жолым ауыр болды, бүкіл қиыншылықтардан өттім деген ондай түсінік жоқ. Ақтау ғой. Дегеніне жетем деген екі түрлі болады. Біреуі жүректің қалауымен, екіншісі түп сананың қалауымен. Рухың қалағанда сен түкке қарамастан, оның нәтижесі бола ма, болмай ма, оның соңында атақ, даңқ, ризық келе ме, келмей ме, саған қызық емес ол. Сен просто оны істейсің. Неге? Ол жүректің қалауын орындап жатсың, сен содан ләззат аласың, қанағат аласың. Саған сол жеткілікті. Бірақ саған ұнағаның күнделікті қайталау арқылы не әкеледі түбінде? Біреудің қуалап жүрген атақ, даңқын әкеледі, көрдің бе? Бәлкім осы жерде мүмкін айтады, сен қуаламасаң дүниені, дүние сенің артынан жүреді дейді да. Осы болып тұр ғой. Ал егер сен түп сананың қалауымен барсаң, маған анау айтты, мынау айтты, осы жерде ризық бар, осы жерде атақ бар, даңқ бар, анау бар, мынау бар, жетістіктері бар деп. Ондай қуалауың болса, онда түбінде не выгорание болады на полпути, не сен жетесің, бірақ опустошение болады да. Бұл даже дисциплина да емес. Бұл рухты тыңдай білу. Жүрегіңнің қалауының артынан жүре білу. Ол енді жүректің қалауы дегенде енді айтады ғой, ойбай, тағы да ақшасыз қалай, кредитті кім жабады? Мен бала шағамды кім асырай? Мен жұмыстауым керекпін, дейтуім керекпін, сөйтуім керекпін. Ой, істей бер, пожалуйста, кредитің жабасың ба, не істейсің, өзің білесің. Бірақ адам баласы мына дүниеге топырақтан жаратылып, өзінің адамзаттық табиғаты болғаннан кейін өзінің қалауы болады. Жүректің қалауы, ол жүректің қалауын беру керек. Ол негізі ең маңыздысы. Ол ең маңыздысы. Ақиқатында осыны қуаласаң, онда жаңағының бәрі келеді. Сондай ғой. Сендер болса жүрсіңдер ұйықтап.